Сәлем достар, сіздермен Асия Төрегелді. Бұл видеода 8-ші сыныптың химия пәнінен химиялық реакциядағы энергиямен танысу бөлімі бойынша жиынтық бағалау номер 2 БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Номер 2 БЖБ. Бірінші тапсырманың А бөлімі көміртек оттекте жанғанда түзілетін көміртек диоксидінің формуласын белгілеңіз дейді. Бізде А нұсқасы дұрыс, реакция теңдеуін жазып өтейін. С қосу O2 тең CO2. Бұл жерде диоксиді деп тұр, ди дегеніміз мына жердегі 2-ні айтып тұр. Егер бізден монооксиді дейтін болса, біз CO-ны белгілейтін едік, біздегі диоксид деп отқанымыз CO2. Бұл бөлімі көміртекті отындар оттекте жанғанда күйе, иіс газы, көмірқышқыл газы түзіледі. Көміртек моноксиді және диоксидтерінің түзілуін сәйкестендіріңіз. CO және CO2 берілген және оның қасиеттері берілген. Енді сәйкестендіруіміз керек екен. Бізде CO органикалық заттар жанғанда немесе шірігенде түзіледі дейді. Бұл сәйкес келмейді, оттектің артық мөлшерінде жанғанда түзіледі. Бұл сәйкес келмейді, оттек жетіспегенде түзіледі. Так, бірге 3 сәйкес келеді екен. Және түссіз, иіссіз өте улы газ. Және 4 сәйкес келеді екен. CO2 органикалық заттар жанғанда немесе шірігенде түзіледі. 1 сәйкес келеді, 2 сәйкес келеді және 5 сәйкес келеді екен. Екінші тапсырманың А бөлімі парниктік эффектінің пайда болу себептеріне мысалдар келтіріп түсіндіріңіз дейді. 2 нұсқасын жазып кетейін. Бірінші ол мұнай, газ өнімдерін көп пайдалану, мысал ретінде парниктік газдар қай кезде түзіледі? Бізде қалаларда өте көп машиналар жүреді, олардан бізде улы газдар бөлінеді, сол кезде парниктік газдар бөлінеді. Мұнай газ өнімдерін пайдалану. Екіншісі ормандардың жаппай жойылуы. Не үшін бұл себеп десеңіз, мысалы бізде ормандар жойылды. Орманда ағаштар бар, ағаштар бізде фотосинтез құбылысына қатысады. Өздері оттегіні бөліп, көмірқышқыл газын сіңіреді. Ормандар жойылғаны себепті бізде улы газдар, яғни CO2 газы сіңірілмей жатыр. Ол парниктік газдардың көбеюіне ықпал етеді. Бұл бөлімі парниктік эффектінің шешу жолдарын ұсыныңыз. Оның алғашқысы кәсіпорындардың қалдық бөлмеуі. Кәсіпорын қалдық, яғни қалдық газ болсын бөлмеуі. Екіншісі көгалдандыру. Көгалдандыру дегеніміз жеміс ағаштарыны және де басқа орман ағаштарын көптеп егу. Үшінші тапсырма сөйлемді толықтырыңыз. Жылу бөліп жүретін реакциялар экзотермиялық деп аталынады. Жылу сіңіре жүретін реакциялар эндотермиялық деп аталынады. Бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшерін реакцияның жылу эффектісі деп атайды. Бізде мысалы ретінде сұрақ келетін болса, экзотермиялық немесе эндотермиялық реакцияны табыңыз дейтін болса, экзотермиялық реакция үнемі плюс деп жазылады, ал эндотермиялық минус деп жазылады. Басына эк деп қоям, ал минустың соңына н деп қоям. Эндо. Осылай ажыратуға болады, оңай жолы.
4-ші тапсырма жер бетіндегі кең тараған химиялық қосылыс суды сутегінің негізгі шикізат көзі ретінде қарастыруға болады. Бірақ ол үшін суды суретте көрсетілгенде электр тоғының көмегімен ажыратуға болады. Осы кезде 572 килоджоуль энергия сіңіріледі. Осы реакцияның термохимиялық теңдеуін жазып көрсетіңіз депті. Бұл бізде H2O, H2-ге тұрайды және O2-ге. Минус 572 килоджоуль болады. Реакция теңдеуін теңестіріп кетейік. H2-ның алдына 2, H2-ның алдына 2 қоямыз. Бұл жерде минус деп тұрғандықтан эндотермиялық реакция яғни жылу сіңіріледі. 4-ші тапсырманың бұл бөлімі сутегі мен оттегі газы әрекеттесіп, су түзілген кезде химиялық реакцияның энергиясы қалай өзгереді? Энергия тұрғысынан реакция типін ажыратып жазыңыз дейді. Сутегі плюс оттегі тең H2O бөлінді. Бізде реакция теңдеуін теңестіріп алайық. Бізде мына реакцияға қарама-қарсы реакция орын алып тұрғандықтан, тура соған тең жылу мөлшері бөлінеді бізде. Енді мына кезде жылу мөлшері сіңірілсе, енді бізде бөлінеді. Плюс 572 килоджоуль. Бұл бізде экзотермиялық реакция. Не үшін бұлай жазым? Күрделі заттың бір мөлі жай заттардан түзілгенде қанша энергия бөлінсе, оны айыру үшін сонша жылу мөлшері сіңіріледі екен. Кітапта осындай анықтама бар, сол себепті бізде осындай болып тұр. Достар, сонымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.